8 мартқа орай сұранысы ең жоғары болып жатқан тауарларды көрсететін боламыз. Кәдімгі сабын, жапырақтар сабыннан жасалған. Аптой бағасы 450 теңгеден кез келген тауарға минимум 1-1 қойып сатасыздар. Бұны ойыншық екеніне ойлап қалмаңыздар. Бұл кәдімгі орамал. Аптой бағасы 6800-ден. Әдеттегі жай гүлге қарағанда бұл гүлдердің ғұмыры ұзақ. Бұлардың аптой бағасы 2800 теңгеден. Бұны шкатулка ретінде де қолдануға болады, достар. 8 наурызға орай жақсы өтетін тауарларды көрсеттік. Қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Біз сіздерге қазір 8 мартқа орай сұранысы ең жоғары болып жатқан тауарларды көрсететін боламыз. Бізде қазір сұранысы ең жоғары осы сабын гүлдер, қараңыздар, я. Бұл гүлдің ерекшелігі кәдімгі сабын, жапырақтар сабыннан жасалған. Бұны сабын ретінде қолдануға болады. Хош иісі аңқып тұрады, және де үйге әсемдік беру үшін қойып қойсаңыздар да болады. Аптой бағасы 450 теңгеден минимум 1-1 қойып сата аласыздар. 900-ден 1000 теңгеден сатуға болады. Бұнда біз негізі тауарларды оптым сатамыз. Кез келген тауарға минимум 1-1 қойып сатасыздар. Және де екінші бір тауарымыз, қараңыздар, я. Осындай гүлдер, достарым, қараймыз. Мынау жай гүл, мынау сабын гүлдер, я. Ашып көрсете кетейін. Бұның ішіндегі кәдімгі тірі гүлдер. Әсемдік береді. Хош иісті. Бұлардың бағасы 1500 теңгеден, бұларды 3000 теңгеден сата аласыздар. Түстері әр алуан. Келесі де тура осындай гүл. Бұның жаңағы гүлден артықшылығы қасында орамалмен бірге. Мынандай кішкентай қонжық орамалы бар. Бұлардың бағасы 1700 теңгеден. Бұны ойыншық екеніне ойлап қалмаңыздар. Бұл кәдімгі орамал. Осындай орамалдан қонжық жасап сатсаңыздар да болады, достар. Осының видеосы бар еді, бір кезектей бір салып қоям, я. Мынау кәдімгі орамалдар, бізде осындай орамалдар бар. Және де гүлімен бірге. Бұлардың аптой бағасы 1700 теңгеден. Бәрі осылай дайын коробкасында жүреді. Келесі бір гүліміз сабын гүлдер. Осы гүлге сұраныс өте жоғары. Қарасаңыздар, кәдімгі роза. Түстері тек қана қызыл болады. Және де жапырақтар сабын. Әр түрлі оп жанады. Бағасы 1700 теңгеден. Бұларды 3500 теңгеден сата аласыздар. Өте әдемі, коробкасы қандай күшті. Нежіне өте әдемі жасалған. Келесі гүліміз біздегі сұранысы ең жоғары болып жатқан осылар. Өйткені қараңыздар, я, коробкасы өте әдемі. Аптой бағасы 2200 теңгеден. Әдетте нарықта мынандай коробканың өзін 2,5-3 теңгеден аласыздар ғой. Қараңыздар, іші қандай күшті. Нежіне жасалған. Және де гүлдермен тура жаңағындай орамал. Жақын жандарыңызға сыйлауға өте керемет сыйлық. Және де келесі бір тауарымыз осындай гүлдер. Бұда кәдімгі сабын гүл. Бұны әсемдік ретінде қолдануға болады, болмаса сабын ретінде қолдансаңыздар да болады. Аптой бағасы 6800-ден 15000-ға сатуға болады. Және де келесі бір тауарымыз, әсіресе 8 март болғандықтан әйелдерге арналған тауарлар ғой. Әйелдер гүлді қатты жақсы көреді. Әдеттегі жай гүлге қарағанда бұл гүлдердің ғұмыры ұзақ. Және де пайдаға жарайды. Кәдімгі сабын. Бізде көп қыздар мысалға ваннаға салып солай қолданып жатады, өте керемет. Және де осындай наборлар бар, жүрек формасында жасалған. Бұлардың аптой бағасы 2500 теңгеден. Достар, қараңыздаршы, әдетте осындай коробканың өзін 3000-5000 теңгеге сатып аласыздар ғой. Бұл коробкасымен бірге 2500 теңге болып тұр. Қараңыздар, ішінде қаншама затымен, я, сағатымен, сырғасымен, кулон, набормен тұр. Аптой бағасы 2500 теңгеден. Бұны минимум 5000 теңгеге сата аласыздар. Және тағы бір түрі осындай. Бұлар 2800 теңгеден. Қараңыздар, я. Бұл да керемет сыйлық. Сыртында пакетімен жүреді. Бұлардың аптой бағасы 2800 теңгеден. Өте нәзік жасалған тастармен. Аптой бағасы 2800 теңге. Бұларды 6000-нан сатуға болады. Егер су тимесе, ұзақ уақытқа шыдайды. Қарайып кетпейді. Келесі бізде өте жақсы өтіп жатқан осы түрі
аптой бағасы 4500 теңгеден. Бұны шкатулка ретінде де қолдануға болады достар. Шкатулканың бағасының өзі қазір 5000 теңгеге ала алмайсыздар, иә, қараңыздар. Ішінде айнасы мен, мұнда сағаты, күшті. Мұнда қазақи нақыштағы күшті сырғасымен. Достар, сіздердің сұраныстарыңыз бойынша біз сіздерге 8 наурызға орай жақсы өтетін тауарларды көрсеттік. Тапсырыс беру үшін төмендегі нөмірге хабарласыңыздар.